Сәлеметсіз ме достар, бүгін сіздермен 13 фильміне шоу жасаймыз. Взвести курки! Киноның басында бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі еркекті көреміз. Әрқайсысының қолында қарсыласының басына қойылған револьвер бар. Экран өшіп, атылған оқ дауысын естиміз. Осыдан кейін 3 күн артқа Огайо штатындағы Телбот қаласына ауысамыз. Бас кейіпкер Винс үйінен анасымен шығып, көлікке отырып жатыр. Оған әпшесі келіп, үй документін алып келіп береді. Анасын жұмысына жеткізіп, қатты жарақаттанып, ауруханаға жатқан әкесіне барады. Әкесіне сізді емдеу үшін үйді сатамыз деп айтады. Әкесі қапаланады. Өйткені анасы екеуі оған 18 жыл бойы төлеп келген екен. Жігіт әкесін кейін электрик лицензиясын алып, жақсы жұмыс табармын деп жұбатпақшы болады. Одан кейін Винс тапсырыс берген адам үйінде электрик болып, қосымша жұмыс жасауға аттанады. Үйдегі сым тетіктерді қосып жатқанда, үй егесіне хат келіп, әйелмен сөйлесіп отырып, кейін айтарлықтай байи аламын деп айтады. Винс кетіп қалады. Осыдан кейін Деливердегі ауруханаға ауысамыз. Онда шляпа киіп алған Джаспер есімді еркек кіреді. Ол осында 1 жыл емделіп жатқан ағасын алып кетпекші болады. Екеуі Джаспер көлігіне отырып, ауруханадан кетіп қалады. Осы арада Винс қара құлақтары бар ақ қозы алғым келеді деп айтқан кішкентай қарындасының туылған күнін атап отырады. Осыдан кейін мексикандық түрмеге ауысып, ол жақтан бізге ковбойлық шляпа киіп жүретін Джефферсон есімді ірі еркекті көрсетеді. Оған күзет келіп, киім ки деп сүмке беріп, шығыңыз деп сұрайды. Түрме бастығына алып келіп, мұқтаждап ағаш жәшігіне кіргізе бастайды. Ал Винс тағы да тапсырыс берген адамның үйінде жұмыс жасап жатып, үй қожайынның досымен жақын арадағы үлкен мөлшердегі ақша жайлы сөз қосып отырғанын байқап қалады. Осыдан кейін үй иесі өзіне героин салып, көп ұзамай оны мөлшерден тыс қабылдап көз жұмады. Әйел болған жайттан шыңғырады. Оны Винс естіп, дереу 911 нөмеріне шалады. Полиция кеткен соң Винс әлгі құпия хатты өзіне алып қалады. Почтаға барып, мобильді телефон, ақша мен кілті бар хат алады. Ішінде ол Нью-Йоркқа аттануы керек деп жазылған. Полицейлер қайтыс болған еркектің әйелін сұрастыра бастайды. Әйел оларға күйеуі қайтыс болғанда үйде медик пен полицейскийлерден басқа соларды шақырған электрик еркек болғанда айтып кетеді. Джаспер киініп отельдегі кафеде отырған ағасына барады. Ол Рональдтан неге ол дәріге жазған дәріні қабылдауды тоқтатты деп айтады. Ағасы ол дәрсіз өзімді жақсы сезінемін деп айтады. Винс үйінде ресми киініп темір жол станциясына аттанады. Ал артынан полицей еріп келе жатыр. Пойыздан қалаға дейін жетіп, арендаға алынған квартираға қоныстанады. Сол арада бандитті кейіптегі бірнеше еркек көліктен ағаш жәшік шығарып, ішінен ненің не екенін әлі түсіне қоймаған Джефферсонды шығарады. Винс отельде телефон қоңырауынан оянып кетеді. Біреу оған орталық вокзалдағы поштаға аттанып, 253 номерлі жәшікті ашсаң, ішінде пойызға билет пен ары қарайғы нұсқаулар болады деп хабарлайды. Керекті жерге жету үшін билетте жазылған станциядан бір бекет алдын түсуің керек деп айтады. Айтқан жасап, хатты ашып, ішінен 13 номер жазылған таяқ тақташа мен билет тауып алады. Ал пойыздан оның артынан әлі қала қоймаған полицейліктерді байқаймыз. Контролер Винстің билетін алып, полицейліктерге оның қай станцияға аттанып бара жатқанын хабарлайды. Бірақ ол полицейлер күтпеген әрекет жасап, бір станция алдын түсіп қалады. Әйткенмен полицейлік онымен бірге түсіп үлгереді. Қаладан такси ұстап, оны хатта көрсеткен адреске дейін жеткізуін сұрайды. Ал полицей таксидің номерін жаттап үлгереді. Таксист Винсті бос қиылыстан тастап кетеді. Көп ұзамай көлікпен бір еркек келіп, бір-біріне 13 номерді көрсетіп, оны ары қарай алып кетеді. Одан әрі тірі жан жоқ ормандағы сарайға келіп тоқтайды. Оның ішінде екі бандит қатал түрде одан шешінуін сұрап, киімінде тыңдаушы құрылғылар жоқ па деп тексере бастайды. Мына жақта полицейліктер таксист пен Винсті алып келіп тастаған орынға келіп жетеді. Таксисттен клиентті мұндай адамсыз жерге тастап кету оған біртүрлі болып көрінбеді ма деп сұрайды. Винс қасындағылармен көлікті қоятын орында көптеген қымбат машиналар тұрған үлкен жекежайға келеді. Ішке шақырып, столға отыруын сұрайды. Бөлмеде сол мезетте екі еркек кіреді. Біреуі тақырбас, екіншісі ұзын, ақ шашты. Олар оның өздері күткен адам емес екендігін түсініп, оған түсінбестікпен қарап тұрады. Винс жағдайда барынша түсіндіруге тырысқанымен, олар оны тыңдағысы келмей, оны жолдан алып кеткен таксист Джекті шақырып алады. Кенеттен күтпеген жерден бөлмеге шляпалы бір шал кіріп, ақ шашты еркектен, "Мынау дәл сол еркек па?" деп
сұрайды. Ол не айтарын білмей иә дей салады. Джаспер де келіп жетті. Қолында үлкен ақшаға толы сөмке ұстап, ақша тігетін басты бөлмеге кіріп, 6-шы номерге 700 000 тиеді. Ақшаш жүргізушіні шақырып сауал қояды. Ол мен білмеймін, номерді осының қолынан көрдім, алып кеттім деп жауап қайтарады. Ақшаш Джек ол қызмет жасаған үйдегі еркектің өлімі, хат, номер жайлы барлығын айтып береді. Еркектер оның қызметінен бас тартпақ болады, бірақ олай жасаса үлкен проблема болатынын түсініп, оны қалдырамыз деп шешеді. Ақшаш ақша тігетін бөлмеге барып, 13-ші номерге 600 000 тігеді. Іші толған еркектермен алдында биіктеу сценада өздерінің номерлеріне сәйкес футболкаларын киіп алған 13 еркек жиналған бөлмеге ауысамыз. Ол жерде қорқыныштан қолы дірілдеп тұрған Винсті, Джефферсон мен Джаспердің ағасын көреміз. Олардың әрқайсысына револьвер мен бір патроннан беріледі. Жүргізуші оқты барабандарына салуды өтінеді. Бұрын қару ұстап көрмеген Винс қаруын дұрыс оқтай алмай қалады. Қасына Джек келіп көмектеседі. Жүргізуші қаруларын жоғары көтеріп, барабандарын айналдыруды сұрайды. Одан кейін қаруды бір-бірінің бастарына тағып тұрыңдар деп айтады. Жүргізуші ортадағы лампаға қарап тұрыңыздар дейді. Ол жана салысымен барлық қатысушылар шүріпшені басулары керек. Лампа жанады. 4 қатысушы бірден көздерін жұмады. Жүргізуші 13-ші номер оқ атпағанына назар аударып, тез арада шүріпшені басуды бұйырады. Винс еш атқысы келмейді, бірақ куратор келіп, оның басына қару қадап еді, амал жоқ, шүріпшені басады, бірақ оқ атылмай қалады. Осыдан кейін кішкене үзіліс жарияланып, барлығы демалу бөлмелеріне тарайды. Винстің кураторы сценадағы әрекет үшін айқай шығарады. Осы мезетте басқа жақта Джефферсон өзіне қараушы үлкен ірі қара жігіт Джиммиге маған қашуға көмектессең ірі ақша беремін деп ұсыныс тастайды, бірақ ол бас тартады. Ойыншысы ойыннан шыққан шығыс әлпетті еркек Винстің кураторларына келіп, сендердің ойыншыларыңа тіксем бола ма деп сұрайды. Олар келіседі, бірақ ұтыстың 50% бізге қалады деп оған 13-ші номерлі фишканы табыстайды. Джек Винске сабырға түсу үшін морфий салып ал. Басқалар да солай жасап алған деп айтады. Винс бас тартады. Жеке жайды аралап Джаспер ойыншысын жоғалтқан еркектің біріне тиімді ұсыныспен менің ойыншыма тіксең болады деп 6-шы номерлі фишканы табыстайды. Ұйымдастырушылар барлығын келесі раунд үшін жинақтайды. Бұл жолы барлығына 2 патроннан беріледі. Алдыңғыдай қаруларын көтеріп, барабандарын айналдырады. Лампа тағы жанады. Бірден тағы да өлі денелерді көреміз. Олардың жартысы енді ойында жоқ. Ұйымдастырушылардың бірі Винстің артында тұрып, бірақ өліп қалған ойыншылардың біріне жақындап қаруын тексеріп еді, Винстің жолы болған екен. Ол оғын атып үлгере алмай қалған болып шығады. Кенеттен өліп қалған ойыншылардың бірі орнынан тұрып, тіріліп кете салады. Жүргізуші оны тексеру үшін дәрігерді шақырады, бірақ жарақаты тым ауыр. Ұйымдастырушылардың бірі оны сол жерде атып өлтіре салады. Барлығы тарап кетеді. Демалу бөлмесінде көзілдірік киіп алған еркек өзінің ойыншысын мақтап отыр, бірақ ол сынып нерв болып отыр. Джаспер ақша тігу бөлмесіне келіп, өзінің ұтқан ақшасын білмекші. Артынша қарсылас ретінде 13-ші номерді алады. Ішімдік ішіп отырып, Джек Винске ойыннан жеңімпаз болып шықсаң, миллионер боласың деп айтады. Джефферсон болса Джимге қашуға жәрдемдес. Түрмеге түспей тұрып, инкассаторлық машинаны тонап, ұсталып қалдым деп $3 миллион ұсынып, басын айналдырып жатыр. Джимми келіспей, ойынды аяғына дейін жеткізесің деп айтады. Көндіре алмаған соң Джефферсон оған ақша қасып қойған жерін қағазға жазып, өліп қалсам, түрмеде отырған ұлыма бер деп айтады. Джаспер ағасына 13-ші номер жетонын созады. Бірақ Рональд бұл номерді ұнатпаймын деп Винске күл салғышты лақтырып жібереді. Көзілдірік киген еркек кезегі. Ол өз ойыншысына 17-ші номерді таңдайды. Демалыс бітті. Ойын. Бірақ бұл жолы ойын қиындай түседі. Әрқайсысына 3 оқтан беріледі. Ойын басталды. Әдеттегідей ойыншылардың жартысы атыстан көз жұмады. Ары қарай ойынның финалдық мәресінің жеребесі жүргізіледі. Нәтижесінде онда Винс пен Джаспердің ағасы өтеді. Басқа ойыншылар көп мөлшердегі ақшамен ойыннан босатылады. Джимми ақшаға алып баратын картаны алу үшін Джефферсонды жіппен буындырып өлтірмекші болады. Бірақ ұйымдастырушылардың бірі кездейсоқтан ішке кіріп оны тоқтатады. Джефферсон ол көрсеткен қағаз бөлшегінде еш нәрсе жоқ деп Джимді мазақтай бастайды. Бірақ жалғыз өзі қалған сәтте шынайы картаны жағып тастайды. Көзілдіріктегі еркек Винске ақша тіккісі келіп, оны бас кейіпкердің кураторына келіп хабарлайды. Джаспер мен ағасы қарым-қатынасын талқылап, Рональд інісіне сенің маған қатысты афераларының барлығын білемін деп ренішін айтады. Финалдық раундта Винс пен Рональд екеуі қалып, бір-бірінің басына револьвер қадайды. Бірінші атыста қаруларынан оқ шықпайды. Ұйымдастырушылар қаруларын тағы бір оқтан қосып береді. Ақыры ойын бітеді. Винстің жолы болып кетеді. Рональд көз жұмады. Джаспер ағасының өліміне көңілі түсіп, көзіне жас толады.
Джек оны іздеп, ақшасын тартып алмай тұрып, Винс өзінің ұтыс ақшасын алып, жеке жайдан қашып кетеді. Кейіпкер вокзалға келіп жетеді, бірақ оны киноның басындағы таксист танып қойып, оның орналасқан орнын дереу полицейлерге хабарлайды. Винс полицейлерді алыстан байқап, ақшасын қоқыс жәшігіне тығып тастайды. Көп ұзамай отырған Винсті тауып, полицей бөлімшесіне алып кетеді. Онда одан жеке жайда болдың ба? Онда қандай жайттар болғанын сұрастырып алмақшы болады. Винс оның көзіне қарап тұрып, бара салып, ол жерден қашып кеттім деп айтады. Полицейлік оған сеніп, еркіндікке жібереді. Одан кейін әлгі жәшікке оралса, сөмкесі жоқ болып шығады. Сәл ойланып, сыртта тұрған қоқыс пакеттеріне қарай жүреді. Әйтеуір ақтарып жүріп, біреуінің ішінен өзінің ақшасын ақыры табады. Одан кейін ақшасының барлығын поштаға салып, анасына қоңырау шалып, алдын ала ескертіп қояды. Үйіне оралмас бұрын жергілікті маркетке азық-түлік алуға кіреді. Ол жерден кезінде қарындас армандаған қара құлақтары бар ақ қозыны көріп қалады. Бірақ ол магазинде интерьер ретінде қойылып сатылмайтынын біледі. Бірақ $100 көріп, сатушы ойын өзгертеді. Қозыны сөмкесіне салып, вокзалға жол тартады. Вокзалда кетіп бара жатып, оны Джаспер көріп қалып, пойыздың вагондарының бірінде оның алдынан шығады. Оған қарама-қарсы отырып алып, аялдамаға жақындаған сәтте оған оқ атып, ішінде ақша толы деп сөмкесін алып қашып кетеді. Кино Винс баратын мекен-жай жазылған чекті аузына салып, сол жерде құлай кетуімен бітеді. Киноның аяғы ашық. Ол өлді ме немесе тірі қалды ма? Қалай ойлайсыздар?